Қаржобайдың қолына ұстап жүрген ас пышағы сараптама жасауға алынып ұсынылмады. Бейне таспадан, бейне жазбадан барлығымыз көріп отырмыз, оның қолында қандай ұзын пышақ екенін, ас пышақ екенін. Сараптамаға қандай пышақ берді? Десертін пышақ беріп отыр. Оны өзін камерамен салып, үлкен телевизормен қарағанда да көрініп ақ тұр. Енді неге ол адам жасырып қалды? Неге пышақты жоқ қылды? Соған қарағанда адамның басына ой келеді. Сол пышақ мүмкін Қаржобайдың қолында жүргенде баласымен біріне бір итерісіп, папа кедергі болма деп, оның папа араласпа деп, папасын сүйреп жүрген кезде нақақтан нақақ абайсызда тиіп кетуде мүмкін ол пышақтың. Оны неге біз жоққа шығарамыз? Неге оған сараптамамен тиянақты жауабын алмаймыз? Оған сараптама жасалмай қалған. Неге ол жасырды? Осының ар жағында бір гәп бар деп ойлаймын. Сол пышақтың қатысы жоқ екенін, тым болмаса, жоқ екенін анықтау үшін сараптама тағайындау қажет еді.